Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 2 сынып 9 сабақты өтетін боламыз. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Каналдан 2, 3 және 4 сыныптың математика, қазақ тілі пәндерінің үй тапсырмаларын көріп, бірге орындай аласыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Енді бірінші есепке назар аударайық. Қосу мен азайтудың орындалғанын түсінді және қорытынды жаса дейді. 67 қосу 2. 67-ні разрядқа бөліп қарастырғанбыз. 60 дегеніміз ол 60 пен 7-нің қосындысы. Сонда ол 60 қосылған жақша ішіндегі 7 қосу 2 тең 60 қосылған 9 тең 69 болады. Неліктен 7-ні 2-ге қостық дейді. Себебі біз ондықты бірліктен ажыратып алып, тек қана бірлікпен бірлікті қостық. Бірлікті бірлікке қосқан кезде 9 болды. Енді ондыққа сол 9 қосқан кезде есептің мәні 69-ға тең болды. Келесі екіншісін қарастырайық. 69-дан 2-ні азайтамыз. Бұл жерде 69-ды 60 пен 9-ның қосындысы ретінде қарастырып аламыз. Одан кейін 60 қосу 9-дан 2-ні азайтамыз. Сонда 60-қа 9-дан 2-ні азайтсақ 7 болады, 60-қа 7-ні қоссақ 67 болады. Неліктен 9-дан 2-ні азайттық дейді. Бұл жерде тура біріншісіне ұқсас, яғни ондықтан бірлікті ажыратып алдық. Сосын бірліктен бірлікті азайттық. Бірліктен бірлікті азайтқан кезде 7-ге тең болды. Енді сол ондыққа шыққан мәнді қосқан кезде есептің мәні 67-ге тең болды. Бірінші есептің әсі қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар дейді. 4 есеп беріліпті. Осы есептер бірінші есепке ұқсас, бағанағы мысал есепке. Бірліктерін бөлек шығарып аламыз. 73 қосылған 6 тең болады 70 қосылған жақша ішіндегі 3 қосылған 6. Жақша жабылған тең 70-ке 9 қоссақ 79 болады. 86 қосу 2 тең 80 қосу жақша ішіндегі 6 қосу 2 тең дейміз де 80-ге 8-ді қосамыз, сонда 88 болады. Келесі үшіншісі 54-тен 3-ті айтамыз. 50 қосу дейміз де 4-тен 3-ті аламыз, 1 болады. Енді сол 50-ге 1-ді қоссақ 51 болады. Төртіншісі 26 минус 5 тең болады. 20 қосылған 6-тан 5 алсақ 1 болады. Сонда 20-ға 1-ді қоссақ 21 болады екен. Екінші есеп кестелерді толтыр. Бізге қосылғыш, екі қосылғыш, яғни сосын қосындының мәні берілген. Соны табуымыз керек. Бірінші қосылғыш бізде 36-ға, екінші қосылғыш 6-ға тең. Оны табу үшін ол белгілі өзімізге де 33-ке 6-ны қоса саламыз. 33-ке 6-ны қоссақ 39 болады. Келесі екіншісі бізде қосындының мәні мен бір қосылғыш белгілі. Енді екінші қосылғыш табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. 77-тен 6-ны азайтамыз. 77-тен 6-ны алсақ, мәні сонда 71-ге тең болады. Орнына қойып жазамыз. Келесі үшіншісі бізде қосындының мәні белгілі және екінші қосылғыш белгілі. Бірінші қосылғыш табу үшін осы 39-дан 9-ды азайтамыз. Сонда 39-дан 9-ды алсақ, мәні 30-ға тең болады екен. Екіншісі азайғыш, азайтқыш және айырманың мәні. Бізде азайғыш пен азайтқыш белгілі, енді айырманың мәнін табуымыз керек. 63-тен 3-ті азайтамыз, сонда 62-ге тең болады. Екінші бізде айырманың мәні мен азайтқыш белгілі. Енді азайғыш табу үшін біз 82-ке осы 5-ті қосамыз, сонда 82-ке 5-ті қоссақ 87 болады екен. Үшіншісі бізде азайғыш пен айырманың мәні белгілі. Азайтқышты табуымыз үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз, сонда 89-дан 7-ні алсақ 82-ге тең болады екен. Келесі бізде үшінші есеп өрнектерді құр. Үлгі берілген, сол бойынша А-ны және Ә-ні шығаруымыз керек. Үлгі бізде А мен 2-нің айырмасына 7-ні қосу, яғни жақша ішіндегі А азайтылған 2, жақша жабылған, жақша сыртында қосылған 7. Енді астында айтады бізге С мен 5-нің қосындысынан 20-ны азайту. Жақша ішіне С мен 5 жазамыз, яғни С қосылған 5 минус 20 болады. Ол жақшаның сыртына жазылады. Екінші әсінде 70-тен 3 пен К-ның қосындысын азайту. 70 азайтылған, жақша ішінде 3 қосылған К, жақша жабылған. Төртінші есеп өрнектердің мәнін тап. Асы және әсі берілген екен. Бірінші асын орындайық. 78 минус азайтылған А, мұндағы А 6-ға және 70-ке тең дейді. Сонда 78 азайтылған А-ның орнына осы 6-ны және 70-ті қойып отырып өрнектің мәнін табуымыз керек. 78-ден бірінші А-ның мәні 6, 78-ден 6-ны алсақ 72-ге тең болады. Екінші А-ның мәні 70, сонда 78-ден 70 алсақ, мәні 8-ге тең болады. Екінші 23 қосылған А, мұндағы А тең 5-ге және 6-ға. 23 қосылған 5 болады. 23-ке 5 қоссақ 28, ал екіншісі 23 қосылған 6 болады. 23-ке 6-ны қоссақ 29 болады.
Бесінші есеп салыстыр дейді. Бұл салыстыруда біз ең бірінші есеп жаңағыдай санның ондықтарына және бірліктеріне назар аударып отырып шығаруымыз керек. 27 үлкен бе, әлде 72 үлкен бе дейді. Бұл жерде ондыққа бірінші назар аударамыз. 2 ондық үлкен бола ма, әлде 7 ондық па? Әрине 7 ондық үлкен болады. Сонда 27 саны 72 санынан кіші болады. Екінші 83 үлкен бе, әлде 88 бе дейді. Бірліктеріне назар аударамыз, себебі ондықтар бірдей болып тұр. Бірінші бірлік 3 бірлік болып тұрса, екінші бірлік 8 бірлік, сонда 8 бірлік үлкен, сонда 83 саны 88 санынан кіші болады. Әрі қарай үшіншісі 53 дециметр үлкен бе, әлде 35 дециметр ме дейді. Ондықтарына назар аударамыз. Бұл жерде 5 ондық үлкен болады, 3 ондықтан. Келесі 46 килограмм және 46 килограмм екеуі тең болады екен. Әрі қарай 54 азайтылған 2 үлкен бе, әлде 52 қосылған 3 үлкен бе? 54-тен 2-ні азайтсақ 52-ге тең болады, 52-ге 3-ті қоссақ 55-ге тең болады. Сонда 52 қосылған 3 үлкен болады екен. 47 азайтылған 40 үлкен бе, әлде 46 азайтылған 40 үлкен бе дейді. 47-тен 40-ты аламыз 7 болады, ал 46-тан 40-ты алсақ 6 болады. Сонда 7 үлкен бе, 6 үлкен бе? Әрине 7 үлкен. Сонда бұл жерде 47 азайтылған 40 үлкен болады екен. Келесі 6-шы есеп. Есепті шығар дейді. Бұл мәтін есеп, алдымен оқып алайық. Жансаяда 25 түрлі түсті қарындаш және 3 фломастер бар. Жансаяда барлығы қанша бояу құралдары бар дейді. Алдымен есептің шартын жазамыз. Түрлі түсті қарындаш 25, фломастер 3, барлығын табуымыз керек. Енді шешуі, барлығын табу үшін қарындаштың санына фломастер санын қосамыз. 25-ке 3-ті қоссақ 28 болады. Енді жауабы барлығы 28 бояу құралдары бар екен жансаяда. 7-ші есеп теңдіктер құр. Асы және әсі. 27 мен 2-ның қосындысының мәні 29-ға тең дейді. Сонда 27 қосылған 2 ол тең болады 29-ға. 70 саны 76-дан 6-ға кем дейді. Яғни 76-дан 6-ны азайтамыз, сонда 70-ге тең болады екен. 8-ші есеп өрнектердің мәнін тап дейді. 49-дан 7-ні азайтуымыз керек. Ол үшін бағанағы бірінші есептің асы және әсіне қарап отырып шығарайық. Бірінші 40 қосылған 9-дан 7-ні азайтамыз. 9-дан 7-ні алсақ 2 болады. Сонда әрі қарай жазамыз. Тең 40 қосылған 2 тең 42 болады. 91 қосылған 7 тең 90 қосылған 1 қосылған 7. 1-ге 7-ні қоссақ 8 болады. Сонда 90-ға 8 қоссақ 98 болады. 38-ден 6-ны азайтамыз. 30 қосылған 8-ден 6-ны азайтамыз. 8-ден 6-ны алсақ 2 болады. 30-ға 2-ні қоссақ 32 болады екен. 43 қосылған 5 тең деймізде 40 қосылған 3 қосылған 5 деп аламыз. Сонда 40-ға 5-ке 3 қоссақ 8 болады. Енді оны 40-қа қоссақ 48 болады екен. 9-шы есеп. Балалар бір-бірімен болашақта кім болғың келеді деп сұрады. Мағжан суретші, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келетіндерін айтты. Арман мен Мағжан дәрігер болмайтындарын айтты. Әр баланың болашақта қандай маман иесі болғысы келетінін кестеде белгіле дейді. Енді бірінші сөйлемде өзімізге айтып тұр, Мағжан суретші, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келетін деген. Демек, Мағжан суретші болғысы келеді, ал Гүлнұр мұғалім болғысы келеді. Арман дәрігер болғысы келмейтіндігін айтты дейді. Сонда Арман ұшқыш болады, ал Алуа бұл жерде көрсетілмеген, бірақ Арман мен Мағжан дәрігер болмайтындығын айтты, сонда Алуа дәрігер болғысы келеді екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.